Қайырлы күн, бүгін сіздермен саңырауқұлақты картошкамен қызартып қуыруды көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен саңырауқұлақтарды өзіміздің қалауымызша ұсақ немесе ірі бөліктерге осылай бөліп шығамыз. Табаға майды құйып, қатты қыздырамыз. Қатты қыздырылған майға саңырауқұлақтарды салып, жақсылап тұрып араластырып қуыратын боламыз. Саңырауқұлақтар қуырылғанша біз картоп, пияз және сарымсақтарды турап дайындап аламыз. Картоптарды осындай бөліктерге бөлдім. Пиязды ұзыншалап етіп турап алдым және сарымсақты ұсақ бөліктерге бөліп турап дайындап қойдым. Ары қарай біз саңырауқұлақтарды қуырамыз. Саңырауқұлақтарды қуыру кезінде өзінің су бөлінеді және су тартыла бастаған кезде дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Су тартылғаннан кейін пияз саламыз, сарымсақ саламыз, жақсылап араластырамыз. Және пиязымыз жұмсарып, саңырауқұлақтар осылай қызара бастаған кезде үстінен картопты саламыз. Картоптың дәміне қарай тұз салып, жақсылап саңырауқұлақ пен картопты араластырып аламыз. Және де жақсылап араластырып алғаннан кейін отты жай отқа қоямыз, бетін жауып, картоп піскенше бұқтырамыз. Картоп піскен кезде біздің тағамымыз дайын. Міне өте оңай жасалынатын дәмді тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Менің видеомды әлеуметтік желілерде туысқандарыңызға, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нағима ас болсын.